Қайырлы күн, достар. Менде бүгін скумбрия, картошка, нан, лаваш, пияз и тағы да қуырылған пияз. Так, көрініп тұрма сіздерге? Міне скумбрия. Бисмиллах, маған ас болсын. Неден бастасам болады?
өте майлы, сол үшін кішкене майларын алып тастап жатырмын.
Бүгін видео күнделіктісінен ұзағырақ болды, потому что бүгін скумбрия жедім. Скумбрия өте майлы екен. Сол себепті картошканы қуырдым. Пиязға кішкене тұз сеуіп, оны да былай екі жағынан қуырып алдым. И және де шикі пияз болды. Нан алып келгем. Картошкамен жеген кезде нанның вообще қажеті жоқ екен. И лаваш қалды. Бүгін менде күшті не болды. Ішетін суымды тастап кеттім. Все, ас болсын сіздерге. Тамақ ішіп отырсаңыздар. Сау болыңыздар.